Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар, қызықты деректер мен тың ақпараттық ғаламатта Арай Райспен. Орта ғасырда оғаш әдет-ғұрыптар мен салт дәстүрлер, тіпті 21 ғасырдың адамы түсінбеуі мүмкін. Бізге ерсі болып көрінетін салт дәстүрлер өте көп. Осы шығарылымда дәл осы салт дәстүрлер туралы баяндаймын. Қызық па? Арнаны жай ғана көріп отыра бермей, тіркеліп өт. Комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпа. Қанды футбол немесе ережесіз футбол. Англия футбол отаны. Англиядағы обастағы футбол матчында ешқандай ереже болмаған және матч ойнар кезінде адам санына шектеу болмаған. Сондықтан да дәл матч кезінде көптеген адамдар қатыса берген. Төбелес, қанды соққы, адам өліміне алып келетін матчтың соңы сондай бір қайғылы жағдайларға алып келген. Сондықтан да көп жағдайда 14 ғасырдың соңында Англия королі осындай шешімге келіп, яғни футболды заңсыз ойын деп тапқан және де Англия территориясында ойнауға рұқсат бермеген. Егер матчты тыңдамай немесе корольдің бұйрығына бағынбаған адамдар ойнаған кезде олар абақтыға қамалатын болған. Сондықтан да Англияда о бастан футбол қанды футбол деп аталған. Орта ғасырдағы тағы да бір ерсі әдет ғұрып, неке құру, яғни отбасы болу. Бұрынғы кезде жастардың өзінің шешімі болмаған. Көбінесе ауқатты отбасылардың балаларын бір-біріне қосып, рұқсатынсыз үйлендіре берген, онда бір саяси астар жатыр. Және де оларды заңды тұрғыдан құжат болмаған, яғни ешқандай ЗАГС, белгілі бір мекеме оларды тіркемеген. Егер екі жас олардың отбасы келісетін болса, олар саябақта болсын, кафеде болсын, пабта болсын, көшеде болсын, кез келген жерде өздерін отбасы деп жариялай беретін болған. Демек, құжат жүзінде ешқандай дәлел жоқ. Тағы бір ерсі үрдіс, неке түнінде, алғашқы түнде олардың қасында куәгерлер болған, көбінесе сол ауқатты отбасының адамдары, қызметшілері неке түнінің дұрыс өтуіне және екі жастың дұрыс қосылуына, жалпы қосылуын қадағалайтын болған. 1 сәуір әдетте күлкі күні. Көп уақыт бойы күлкі күні, әсіресе бала кезіңізде тойлап келдіңіз, я? Дәл солай болса, комментарий қалдырып, арнамызға тіркеліп өт. Орта ғасырда да күлкі күнін тойлаған, бірақ 1 сәуірде емес, оны 1 қаңтар кезінде тойлаған. Ол уақытта қалай тойлаған? Күлкі күнінде сайқымазақтар немесе төменгі сатыдағы адамдар мен үлкен сатыдағы адамдар орындарын ауыстырады. Яғни сіз бір күнге өзіңіздің бастығыңыздың орныңызға басшы бола аласыз. Ауыл керісінше қарапайым жұмысшы болады. Екеуі киімдерін ауыстырады, үйлерін ауыстырады, тіпті қызметтерін ауыстырады. Бір күнге дейін сондай ауылда, қалалар жерлерде хаос болған, яғни барлығы бір-бірімен ауысқан. Екіншіден, ол жерде өте үлкен мөлшерде ішімдік ішілген. Және де сондай бір ерекше және қызық бір жағынан ерсі тойлау болған. Орта ғасырдағы тағы да бір қызық жайт, ол сайқымазақ. Яғни сайқымазақ ол сол кездегі корольдарды, үлкен сатылы адамдарды күлкіге қылдыратын адамдар болған. Бірақ олардың мамандығы сіз ойлағандай қызық емес. Біріншіден ол елге күлкі сыйлайды, екіншіден оны ешкім халықтың ішіндегі бір ауқатты немесе орта санаттағы адам ретінде қабылдамаған. Оны мүлдем сайқымазақ қатарына бір ешқандай бір сондай авторитеттік жұмыс ретінде есептемеген. Тағы да бір ерекшелігі сайқымазақтардың костюмдерінде, киімдерінде болған. Оның құлақтарында, яғни есектің құлағына ұқсайтын формада киім тіккен. Осы арқылы ол адамның сайқымазақ рөлінде қызмет ететінін байқаған. Бірақ оның да бір плюсы бар. Себебі сайқымазақтың рөлін ойнайтын адам кез келген саяси астары бар адам сөзін айта берген, немесе кез келген ауқатты корольға болмасын басқа да сарайда жұмыс жасайтын адамға өзінің халықтың ойын ашық, қанық, әзіл ретінде жеткізе берген. Тағы да орта ғасырға тән ерекше бір ақпарат. Біз осы уақытқа дейін өзімізге қажетті заттарды ақшамен сатып аламыз, я? Кез келген затты өзіңізге ақша арқылы сатып алуыңызға болады. Яғни тамақ болсын, киім болсын, тағысын тағы. Орта ғасырға дейінде, яғни монеталарды қолданып келген, көптеген тауар алдындағы сауда-саттық кезінде монета қолданған. Бірақ орта ғасырдың алдында бір қызық жай, тиындар шықпай тұрып, адамдар сауда-саттықты ракушка арқылы жасалынған. Қызық, я? Кейін орта ғасырдың өзінде мынандай ақпарат бар. Тиын болған күннің өзінде кейбір саудагерлер өздерінің заттарын ұзын жылан балықты ақша ретінде қолданған. Сол ақша ретіндегі қолданатын ұзын балықтардың арқасында көптеген сауда-саттық жүре бастаған. Бұл ракушкадан кейінгі қолданылған балықтың ақша түрі болып есептеледі. Сізге ақпарат қызық болды ма? Яғни арнамызға тіркеліп, өзіңіздің комментарийіңізді қалдырып өтіңіз. Ерекше арнадағы ерекше ақпарат. Арай Райспен.